Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте әдемі әрі дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратын шпажкадағы самса дайындап боламыз. Бұл самсаның кез келген түрімен миксовать етіп қоюға жарайтын самсалардың бірі. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл самсаны дайындау үшін дайын ашытқысыз қатпарлы қамыр, шпажка және фарш қажет болады. Ең алдымен мұздатқыштағы қамырымызды алдын ала шығарып қойып, оны бөліктерге бөліп аламыз. Ең алдымен міне осылай ұзыншалап бөліктерге бөліп аламыз да, кейіннен төртбұрыштылап бөлікке бөлетін боламыз. Дайындалуы өте оңай әрі көп уақытты қажет етпейтін самсаның түрі. Енді дөңгелектеуге ыңғайлы болу үшін осылай төртбұрыштылап турап аламыз. Мінекей бөліктерге бөлдік. Енді әр бөлікті осылай қолымызбен домалақтаймыз. Бұл жайғанға ыңғайлы болады. Мінекей қамырымыздың барлығын бөлікке бөліп, домалақтап алдық. Енді осы әр домалақты жайып аламыз. Аздаған ұн себе отырып, жайып аламыз. Қамырымыз жұқа да емес және қалың да емес, орташа қалыңдықта болу керек. Енді әр жайылған қамырға осылай аздаған фарш салып, дөңгелек формасына келтіре отырып бекітеміз. Болды, бар болғаны осы. Енді қалған қамырларымызбен дәл осылай қайталап отырамыз. Сонымен қатар достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда самсаның басқа да түрлері бар. Басқа да қолдан жайылатын, қолдан дайындалатын қамырдың түрі де бар. Және де осындай дайын қатпарлы қамырдан да жасалатын самсаның түрлері бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Ұнаған болса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Ендігі шпажкамызды алып, осылай әр домалақты дайын болған осылай шпажкаға бұрай отырып кіргіземіз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Қорықпаңыздар, бұл деген жарылып, не болмаса су ағып кетпейді. Жақсылап бекітсеңіздер болғаны. Мінекей біздің дайын болған самсаларымыздың бетіне ендігі жұмыртқаның сарыуызын, я болмаса жұмыртқаны сарыуызын сүтпен араластырып жағып шығамыз. Бұл самсаларымыздың жылтырап, әдемі түске ену үшін қажет. Мен екі түрлі самса дайындағандықтан самсаның осы түріне мен мак сепкен болатынмын. Ал сіздер болсаңыздар ақ, қара, кунжут немесе зира сепсеңіздер де болады. Енді дайын болған самсаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Ал астарыңыз дәмді болсын. Мінекей өте дәмді әрі әдемі көрінетін самсаларымыз дайын.